Видео бастамас бұрын Лейла Микске, Шолпан Ибрашеваға, Ақбота Абатоваға, Келдібаева Самалға, Жасмин Насироваға, Қиял Мырзабековаға, Арайлым Есентаеваға, Әжігүл Абдуллақызы, Қаламқас Қорғанбаева, Әсем Мисабек, Ғайни Байқасынова, Мұрат Меруерт, Тілеген Өмірғалиев, Жана Төлебаева, Асылбекова Гаухарға сәлем жолдаймын. Олар үздік коммент жазды, және біздің белсенді тіркелушілеріміз. Сәлем, менің атым Никіл, және қазір мен әжемнің қорқынышты құпиясын айтып беремін. Әр жазда ол шыдамсыздықпен күтті. Себебі демалыс бастағаннан мен жазды әжемнің алдында өткізетінмін. Ата-ана мені әжеме жіберді, және менің ойымша бұның бәрін менің балалық өзімшілдігімнен құтылу үшін жасады. Мен кішкентай болғанда әжем маған мейірімді, қайырымды болып жүрді. Бірақ мен өсе бастағанда әжемнің құпиясы бар екенін түсіндім. Мен басында өзімді алаңдап жүрмін деп ойлағанмын, бірақ бәрібір оның бұндай емес екенін түсіне бастадым. Әжем ерте тұрды, ол өте аз ұйықтайтын адам болып шықты. Мен ұйықтайын деп жатқанда әжем әлде бақшада жүрген. Көзімді ашқанда ас бөлмеден шығып жатқан хош иісті сездім. Әжем мені жаңа піскен көкөністермен тамақтандыруға тырысты, орманнан құлпынай әкелді. Бірақ та бәрібір кейде менде күдік туындайтын. Бұл осы жазда болған оқиға. Мен кешке жақын соңғы автобуспен келдім. Мен автобустың терезесінен біреуді көрдім. Ол басында бөтен болды, бірақ әжем екен. Мен автобустан түстім, және әжемді құшақтай жөнелдім. Әжем менің, яғни немересінің келгеніне қуанышты күйде болды. Біз үйге келгенде бізді дәмді кешкі ас күтіп тұрды. Мен мектептегі жетістіктерім, жарыстардағы жеңістерім туралы айтып бердім. Ұйықтауға жатарда әжем маған пижама берді. Мен киінгенде әжем маған біртүрлі қарады. Бұрын әжемнен бұндайды көрмегенмін. Ол ата-анам, қалай жайлы сұрады. Біз осылайша әлі 2 сағат әңгімелестік. Мен қызықты болдым. Менің әжем мен бәрінен қатты жақсы көретін туған адамым. Жазғы күндер күннен күнге өте берді. Күн мен өзен барлық уақытта болатын. Бірақ бір нәрсе мені ойландырып қойды. Әжем тізбекті отынмен кесуге кірісті. Кенеттен тоқылған тізбекті сындырып, аяқтарын соғып алды. Қан 1 минутқа ақты, және юбка былғанды. Ол бір сөз айтпады, тіпті аңқылдамады. Үнсіз отырып, ол ауырсынуды сезбеді. Әжем тыныштықпен үйге кірді, және жарақатын өзі емдеді. Мен әжемнің аяғын байлап беруді өтіндім, бірақ ол бас тартты. Мен әжем мені қорқынышты әрі жаман жарамен қан ағуымен қорқытпағысы келген шығар деп ойладым. Өзінің гүлді орамалынан бинтті таңып алысымен әжем әдеттегі жұмысына кірісті, және бәрі сол қалпында болды. Бірақ та бұл қызықты жаңалықтардың басы ғана болды. Бір күні мен трактордың қатты даусына оянып кеттім. Терезені ашсам, трактордың қозғалтқышын басқарып отқан бір адамды көрдім. Ер адам екен. Оның шашы иығына дейін жететін. Бұлшық еттері оның мықты екенін дәлелдейді, және бір уақытта мен аяғындағы бинтті көрдім, және кішкене айғайладым. Қызыл бинт екен. О, құдайым! Сонда әжемнің ер адам болғаны ма? Мен жастыққа құлап қалдым, және осыған түсініктеме іздедім. Көрген, байқаған нәрсене бір нәрсе шығару үшін көзімді қыстым. Бағанаға көз қарасымнан соң көзімді аштым. Әжем басымнан сипады, және «Тұра ой, күнім, әйтпесе аштықтан өлесің», деді. Мен оның басына қарадым. Бұлған шашы, көздері махаббат пен нәзіктікке толы, қолы кір болды. Бұл не? Түсім бе? Әлде өңім бе? Бірақ бәрібір жақындағы сенбіде тексеремін. Әжем ваннаға кіргенде мен кішкентай терезеге құлап түстім. Менің алдымда таңертең көрген ер адам тұрды. Таңғалғанымнан қозғала алмай қалдым. Мені ол байқап қойды. Біз бір-бірімізге қарап қалдық. Мен бар күшіме үйге жүгірдім, және әжем келіп оқиғасын тыңдауды өтінді. Әжем трансвестит ер әйел болып шықты. Оны бәрі Миша дегенде, ол Анна деген қызбен кездесті. Оны қатты сүйді, бірақ бақытсыз болды. Анна ана атанған кезде Анна және бала шетінеп кетті. Миша өзінің әйеліне деген сенімділігін сақтады, және жалғыздықта өмір сүрді. Қызының ескерткіші ретінде балалар үйінен қыз асырап алды. Ол Аннаға ұқсас болды, және ол қыз
Менің анам. Анам өскенде мен дүниеге келдім, және бұл оқиғаны мен бірінші білдім. Әжем бізді жоғалтып аламын деп жылады. Мен әжемді тынышталдырдым, және ешкім, ешқашан бұл туралы білмейтін болады деп айттым. Әжем мені сүйді, түсінгеніме және одан кетпегеніме алғыс айтты. Ол ескі суреттерді алды, және Аннаны көрсетті. Ол тіпті маған және анама ұқсас болды. Ал сосын суреттерімізді тамашаладық, күлдік және түк болмағандай әңгімелестік. Мен барлық шындықтың керек бола бермейтінін, шындықты құпия қылып, кейде жағымды өтірікпен өмір сүру керектігін түсіндім.